Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге дастарханға ұялмай қоятын және өте тез дайындалатын және дәмді осындай шоколадный трайфлдың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ой пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Егер де сіздің жұмыртқаңыздың категориясы С0 болса 4 жұмыртқа, С1 болса 5 жұмыртқа, С2 категориясы болса 6 жұмыртқа саласыздар. Жұмыртқаларымызды осылай жарып алдық. Енді осының үстіне шекерімізді салып, шекерімізді ерігенше миксермен араластырамыз. Миксерді алдымен жай скорыста, одан кейін орташа, содан кейін барып қатты скорысқа қойып айналдырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз көпіріп екі есе ұлғаю керек. Міне ұлғайды. Енді осының үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Енді осының үстіне ұнымызды және разрыхителімізді, какаомызды қосып, массамызды біркелкі етіп миксермен араластырып шығамыз. Ұндарыңыз бен какаоңыз міндетті түрде електен өткізілуі тиіс. Өйткені біздің массамыз тершіктеліп, кедергі келтіруі мүмкін және массамыз көтерілмей қалады. Міне біздің осындай қою масса шықты. Сұйықтығы кәдімгі сметана сияқты болады. Өте қою емес, өте сұйық емес, осындай масса шығады. Енді осыны пергамент төселген тапаға жайып шығамыз. Қызып тұрған 180 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскен піспегенін спашканың көмегі арқылы білеміз. Яғни біздің спашкамызды тестімізға тыққан кезде құрғақ болса піскені, егерде шамалы влажный болса, онда ортасы әлі піспегені. Енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан градустарыңызды өздеріңіз ыңғайлы уақытқа қойып алсаңыздар болады. Міне біздің коржымыз дайын. Енді осыны суытып алып, суығаннан кейін барып пергамент қағазын жаймендеп аламыз. Осыны енді бір кең ыдысымызды алып, осы коржымызды ыдысқа осылайынан үгітіп аламыз. Майда крошка жасаймыз. Егер сіздер блендердің көмегімен араластырсаңыздар да болады, майдалап. Енді кремін дайындап аламыз. Менде осындай креметті грамдап алдым, 300 грамм, және осындай 33% сливки алдым. Алдымен ыдысымызға творожный сырымызды және оның үстіне сахарный пудра немесе шекер салсаңыздар да болады. Грамдарын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Осы екі массамызды бірінші араластырып аламыз, себебі біздің творожный сырымыз тершіктерінің барлығын араластырып біркелкі массаға айналдыруымыз керек. Міне біздің массамыз осындай болды. Енді осының үстіне 33% натуральный сливкамызды құйып, жақсылап араластырамыз.
Трайфлға біздің креміміз өте қою болмауы керек. Яғни креміміз орташа температурада болу қажет. Өте қою емес, өте сұйық емес, осындай масса болу қажет. Креміміз дайын. Енді осындай трайфлдың ыдыстарын арнайы кондитерлік дүкеннен алсаңыздар болады. Мен 3 түгін 90 теңгеден алдым. Заказға жасағандықтан мен осындай 16 штук сатып алдым. Енді осыларымызға 1,5-2 ас қасықтан корждарымызды салып шығамыз. Мінекей барлық корждарымызды салып шықтық. Енді осындай кондитерлік мешокқа осындай 333 насадка салдым мен. Сіздер өздеріңіз әртүрлі насадка салсаңыздар болады. Осыны салып, кремімізді салып, трайфлдарымыздың ішіне кремдерімізді құйып шығамыз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша насадканы басқаша пайдалансаңыздар да болады. Мен өзім осындай трайфлдарға 333 насадкасын пайдаланамын. Міне осылай әдемі болып шығады. Барлықтарына салып шығамыз. Енді осының үстіне қайтадан корждарымызды салып шығамыз. Егерге үйге жасасаңыздар да, заказға жасасаңыздар да өте тиімді және көп уақыт алмайды, дастарханға қоюға ыңғайлы. Мінекей көрдіңіздер ме қыздар, өте әдемі көрінеді. Енді осы корждарымыз барлығын салып шыққаннан кейін үстіне қайтадан кремімізді гүл тәріздес етіп салып, қалауыңыз бойынша әрлеуге болады. Міне көрдіңіздер ме, осылай әдемілеп асықпай гүл тәріздес шықты бізде. Өте әдемі көрінеді дастарханда. Тағы да біреуін көрсетіп кетейін, мінекейіңіз. Осылай барлығын қиып шығамыз. Міне әдемі көрдіңіздер ме қыздар? Осылай шығады. Енді осының үстіне ягодалар қойсаңыздар да болады. Мен ягода болмағандықтан осындай кондитерлік дүкеннен осындай посыпкалар сатып алдым. Осылардың барлығын сеуіп шығамын. Егер мені видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ой пікіріңізді жазып, қоңырау тұша белгішесін басып кетіңіз. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.